үздік 3 шабуылшыны таңдап алып 3 команда. Соны табыстық. Волейболдан ерлер арасында Дайыр ауылының азаматтарының ұйымдастыруымен өткен Еңсегенова Ләззат Қалибек қызын еске алуға арналған турнирде үздік шабуылшы Сүлеймен Ялтай шайқаса тезгенде ерлерім айбарлы ерлер спорт бастаған елім далға спорт сондай-ақ үздік шабуылшы Құмашев Бекжан әлемнің бәрі мойнында спорт танытты елімді спорт көтерген беделі шабуылшы Еркен Дарын шыңға жасынбай бір жалында Апайдың сарыстарым бар әлем танып волейболдан ерлер арасында Дайыр ауылының азаматтарының ұйымдастыруымен өткен Еңсегенова Ләззат Қалибек қызын еске алуға арналған ауылдық турнирде 3-ші орын иеленген Дайыр командасы марапатталды. Ойында от ойнаған, намысы ат ойлаған, даңқыңды әлемге жайған. Спорт бастаған елім далға спорт, ойда күш сенім барда жеңеміз әлі, әлемнің бәрі мойнында. Бүгінгі жарысқа спонсорлық еткен біздің Ғалымбек деген ағамыз бар, 2-ші орынды табыстады. Сондай-ақ 2-ші орын иеленген Бексай командасы марапатталды. Спорт бастаған елім далға спорт, ойда күш сенім барда жеңеміз әлі, әлемнің бәрі мойнында. Спорт танытты елімді спорт, көтерген беделімді қол жарысында, шығамыз шыңға жасынбай бір жалында. Бүгінгі 1-ші орын табыстайтын еді тағы да бір демеушіміз Алмас ағамыз. 1-ші орын алған Көкжай командасы Батыр бабам, қайсар елім менің, дархан далам, ағалым менің. Спорт, 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 жасай берші спорт. Спорт, 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 жасай бер алға. Құрметті бүгінгі спортқа қатысқан спортшылар, барлықтарыңызды бүгінгі жеңістеріңменен шын жүректен Еңсегеновтер әулеті атынан құттықтаймыз. Жарыста өзімнің әріптесім Жандос Жанқанұлына мың алғыс. Қайдырмашы елімізді осы бағынан, жасай бер қазағым. Батыр Атаулы кабинетті ашып, соған ат салысқан Ләззат апайларының сіңілісі Дүзақшы Айгерімге сертификат пен марапат. Жасай берші спорт, 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 спорт. Сіздерге ұйымдастырған осы залдың ішіндегі 30 жыл еңбек өтілі бар ұстазымыз, менің әріптесім, сыныптасым, ұйымдастырушы, тәрбие завучы Гүлайым Зарыпхан қызына алғысымыз шексіз. Бірнеше күн бойы осы жастарменен, Айгермен бірлесіп, зейнеткерлік жасқа 1-2 ай қалса да, күн жүріп осы залды апартене жасатып, қыздарына би үйретіп, осындай үлкен шараға ақсақалды сарпыс болғанша осындай үлес қосқан Гүлайым апайларына сыйлық. Ол кісіні немере бағып отырда келе алмады, қазір оны Жандосқа кетіп қалды. Жандос саған аманат, Гүлайым апайың апарып табыс етесің. Құрметті ауылдың жастары, спортшы жігіттер, келіп үстіп шараға қатысқандарыңа көп рахмет. 1-ші орын алған мұжық сұлулықтарды ерекше құттықтаймын. Жақсылықта осындай жиында кезігіп тұрайық.